Арма қазағым, бұл бейнеде мен трайбализм туралы тақырып көтергім келеді. Мына көптеген блогерлер, мен түсінбеймін, трайбализм туралы айтады да жатады. Шынымды айтсам, мен неше жыл Қазақстанда тұрып жатырмын, бірде-бір рет мен трайбализммен кездесіп, қазақ мені руым үшін шеттеткен нәрсеге мен кездескен жоқпын ондайда. Бірақ талай рет өзге ұлттардың өкілдері мені қазақ болғаным үшін мені шеттетті талай рет. Неге мына блогерлер қазақты жамандап жүрген, қазақтар трайбализмді ұстайды деп, қазақтың абыройын айрандай төгіп, қазақтың атына кір келтіріп жүрген блогерлер неге осы елдегі болып жатқан қазақофобия туралы әңгіме қозғамайды, Неге олар айтпайды мынандай тақырып туралы, мына өзге ұлттардың өкілдері қазақ тілді сөйлегілері келмейді деген сияқты. Неге олар қазақ тілде сөйлегілері келмейді? Себебі ол қазақ тілді білмегендік, сөйлемегендік, ол қазақтың тілін, қазақтың жерін менсінбегендіктен. Неге сол туралы мына блогерлер трайбализм туралы айтып жүргенде неге сөйлемейді? Мен бұл елде тек қана бір ғана трайбализмді байқадым. Және ол трайбализм қазақофобиялық трайбализм болады. Мына өзге ұлттардың өкілдерінде ол өте көп кездесетін нәрсе. Олар қазақтың жерін басып жүріп, қазақтың суын ішіп, нанын жеп жүріп, бізді қазақ болғанымыз үшін, біздің бетіміз үшін, біздің тілімізді, біздің мәдениетімізді, бізді өзімізді менсінбейді. Неге сол туралы мына блогерлер әңгіме айтпайды? Неге сол туралы тақырып айтпайды? Мына кезінде Қазақстанда Ассамблея народов Қазақстана деген сондай ұйым болған еді. Сол ассамблея деген не? Ол өтірік жалған организация еді. Өтіріктен демократия анау мынау деп айтқанмен де, оның ең бірінші мақсаты мына Қазақстанда трайбализмді сақтап қалу болды. Трайбализмді сақтап қалып, мыналар Азербайжан, мынау түрік, мынау ұйғыр, мынау доңған, анау не орыс, мынау украин, мынау поляк деген сияқты трайбализмді сақтап қалу. Және ол трайбалдардың барлығын қазаққа қарсы шығару. Себебі былайынан қарап отырсақ, кім қазақ тілде сөйлейді олардың орталарында? Неге сол трайбализм туралы айтылмайды? Неге мына қазақты жамандау ол статья емес? Ал қазақ мына нәсіл туралы не қылса, неге орыс менің тілімде сөйлемейді? Неге ұйғыр менің тілімде сөйлемейді? Неге мына доңған қазақша сөйлемейді? Я мына поляк неге қазақша сөйлемейді десе, ол статья. Соны маған түсіндіріңдерші. Мынау трайбализмді сіңірген, меңгерген